неше түрлі қазір жаңағы әңгімелер шығып жатыр. Қалай аулау керек, қалай оны үкіметке тапсыру керек. Енді бір жағынан холодильник салу керек әрқайсысына. Әр районға салғанда, әр облысқа салғанда оған адамның да ненің де қаражат жетпей шығар. Сондықтан мысалға біз бастағанда Ырғыз районынан бастадық. Негізі Қазақстан бойынша 2-ақ жерде бар охот промхозы. Жезқазған промхозы, Ырғыз промхозы. Сосын енді айтатын енді сол. Қай жылдар ағай? 69 жылдары Жезқазған охот промхозынан бөлек шықты. Бөлек шыққанда соның филиалы болды. Соны Ырғыз районында холодильник салдық 45 тонналық. Бетоннан құйып салдық 45 тонналық. Оның ең басында жүрген бастығымыз Афиногенов Владимир Владимирович деген кісі. Ол отбасы сол Жезқазған промхозында ашқан сол кісі, Ырғызға келіп жаңа филиалында ашқан сол кісі. Сол бастағаннан кейінгі атып басталып кетті ғой. Сосын енді айтайын деймін, қазір холодильник салу керек деп жатыр. Ырғыз районында, Қарабатау районында қазір холодильниктер почти дайын тұрған бұрын орындар бар. Кәдімгі зданиялар тұр, дайын почти. Сосын Байғайын районында салынып, сосын осы Ақтөбенің өзінде үлкен холодильник салып, бұрында біз жаңағы технология бір нәрсе дейміз ғой, жаңағы барлығын тыңдап отырсақ, бұлардың барлық технологиясы да барлығы да өзімізде бар. Ақ сердцевина бар ғой, киіктің мүйізі ысыртып түсіп қалады да, сердцевина қалады. Соның өзі де шейін далаға тастатқан жоқ, алып келіп тапсырдық. Жаңағы үш зат жасадық, киіктің мүйізін жинадық, пошинина, қарсақ аттық, түлкі аттық, сосын заодно охрана жүрді, бәрі бірдей, қатар жүрді. Киіктің негізі етін пайдаландық да, Совет үкіметінің заманында. Сосын мүйізін тапсырдыңыз, сосын терісін дедіңіз да? Терісі жатқаннан кейін тапсырылады оған. Мүйізі жаңағы неге келеді, охот промхоздың өзіне есіне апарып тапсырды. Келсек, еттің бәрінің арасы қуат болды Атырауда. Бер жағында, мына Досфор деген жерде жаңа біздің пункт болды. Ол жаңағыдай холодильнигі де жоқ, ештеңе де жоқ. Бірінші перевой обработка, парное мясо дейді ғой. Халық солай сатып алатын еді дейсіз? Иә, сатып алғанда терісін алу керек оны. Терісін алу керек, сосын сол жерде жаңағы өзінің тері алатын жігіттер бар, терісін алады да, бір жарты сағаттай, бір сағаттай іліп қояды. Киіктің. Күніне қанша? Күніне 10-15 тонна ет тапсырылады. Атырау несіне. Уральск деген ар жағында жаңағы холодильник болды, холодильникке салатын болды оның. Ненің несіне. Уральскінің жаңағы холодильнигін тапсырады. Ар жағынан жаңағы Маштық сайдан келген еді. Енді қазір мысалы любой жерде аша қойса, айтып отырмыз ғой. Бұрынғы орындарынан көрсе, қазір бір жерге апарып завод саламыз, бір жерге апарып мясокомбинат саламыз, жаңағы айтып кетейін деп сүйерім. Ырғызда сол қойды да сойып, киікті де бірге сонымен қабылдап алып. Киік азы сөзіміз бұл. 1-нен 15 сентябрьден басталады, 11 декабрьде бітеді. Ар жағында киіктің шағылысатын уақыт сол мен жабылады. Енді охотниктер зарплаттарын алып, әрқайсы әр жаққа кетеді. Әр жерден келген охотниктер біздің қазақта өзіміздің шамалы ғана болды, бригада. Қанша бригада, бригаданың ішінде? Бригада болғанда, айтып кетейін, 24 бригада болды Ырғыз районында. 24 бригада. Соны сезонда бөледі әрқайсысын, әр жаққа мысалы. Бригаданың ішінде кім жұмыс істейді? Бригаданың ішінде 2 охотник, сосын 1 прожектор. Жарыққа түсу керек қой. Жарыққа түсу керек. Неғұрлым көп жарық болса, ол көп өкпейді. Бір жерде тұрып, 2 охотник ек жағына машина шығып